Біз ана былай ғой, мына тарихтан сабақ алу деген бар. Біз тарихтан сабақ алмайтын халықпыз өзі негізі. Шын оны біз мойындауымыз керек. Мына Еуропада мына социалистік режим құлады ғой енді 90-шы жылы. Сонда мына чехтар, словактар, тіпті мына бер жақ шығыс Еуропаның өзінде социалистік лагерь болды ғой бірнеше мемлекет. Сонда солар құлаған бетте ана нелердің бәрін компартия қызмет еткен шенеуніктердің бәрін алып тастаған ғой. Партияда болды ма? Болды. Жаңағы обкомда дейікші енді. Осы партия комитетінде жұмыс істеді ме? Бітті. Партияға қатыстың бәрін жолатпай отыр ғой сонда. Сонда олар айтады, біз сол күні бәрін құрттық дейді. Өйткені бізге жаңа өмір бастау керек дейді. Аналармен сен қоғам құра алмайсың ғой. Олар басқа системаның жаңағы коммунистік режимнің қолшоқпарлары дейді. Сөйтіп біз мүлде ол салада қызмет етпеген адамдарды алып келген ғой. Сөйтіп қоғам тез сауықтырып алған ғой. Чехтар, словактар тез олар әрі дамып кетті. Біз тарихтан сабақ алмаймыз. Иллюстрация жүру керек еді. Мына не біткеннен кейін, совет үкіметі құлағаннан кейін.